Ассалаумалейкум. Бүгін желкелерді шығару бойынша тапсырмалар көрсетіп жіберемін мен қазір. Бұл тапсырмаларды мен әр видеоны бөліп істеймін. Мысалға бірінші тапсырма қазір көрсетемін. Ол фермердің жүрісі деп аталады. Фермердің жүрісі ол трапеция, мына жерде трапеция желкеден осы омыртқаның примерно кеуде тұсына шейін барады. Бұл маңызды жаттығулардың бірі, және де арқамыз мықты болу үшін және өзіміздің жүріс-тұрысымыз тегіс және киімдер әдемі тұру үшін осы жаттығуларды істеуге болады. Қазір мен тапсырманы көрсету үшін кішігірім 10 килограммдық екі гантельді алып отырмын. Ал фермердің жүрісі кәдімгі ауыр екі гантельді екі қолымызға ұстаймыз. Фермер ұстап түзу денемізді ұстаймыз да жүреміз. Так, бұны ұстаған кезде қараңыздар, иықты түзу ұстаймыз, бүйтпейміз, ровно, конкретно 4 штук ұстап аламыз да, бұлай жүреміз, тез. Бұл жерде салмақ жеңіл болып тұр, мен көтеріп алайын. Жанынан да көрсетейін. Жалпы осы фермердің жүрісі деген осы трапецияға арналған тапсырма. Бүйтіп ұстаған кезде үлкен салмақпен жүрсеңіздер нагрузка түседі, және де сіздер бір ғана жаттығу істемейсіздер. Бір залға барған кезде 3-4 жаттығу істейсіздер, және де 3 подходпен істейсіздер. Мысал үшін залда ең ұзын деген бөлікті өздеріңіз белгілеп аласыздар, қай жерде жүрмей болады. Сол жерде айналып, 2 рет, 3 рет айналасыздар. Өздеріңізге шамалас салмақты көтересіздер. Мысал үшін 10 килограмм сізге ауыр болатын болса, 5 килограмм көтеруге болады. Жай қосып 20-30 килограммды бір ұстап аласыздар да, кейін жүресіздер. Арасына 1-2 минут демалсаңыздар болады, және де 3 подходтан істейсіздер. Рахмет, келесі тапсырманы келесі сабақта көрсетемін.